Қайырлы күн балалар. Бүгін жиындар туралы есеп шығарамыз және жақсы әдеттер туралы сөйлесетін боламыз. Сен жиындарды салыстыруды үйренетін боласың. Алдымен бірінші тапсырма. Әлия мен Сырымға бөлмедегі заттарды жинауға көмектесейік. Қайсысын қайда жинауға болады? Балалардың әрбір сөреге жинағанын бір сөзбен қалай атауға болады? Мұнда ыдыстың суреті бар ма? Қарап көріңдер, бірінші сөреде қандай заттар тұр? Оларды бір сөзбен не деп атаймыз? Мына ойыншықтарды қараңдар. Бұл ойыншықтар жиын екенін мен айтып тұрмын, иә? Қандай ойыншықтар көріп тұрсыңдар? Неше элемент тұр екінші сөреде? Ал мына үшінші сөредегі жиындарды бір сөзбен не деуге болады? Ыдыстарды көріп тұрмыз ба, балалар? Жоқ, әрине, ыдыс көріп тұрған жоқпыз. Кітапты кітаптар, допты доптар, мәшинені мәшинелер, құрастырғышты құрастырғыш, жұмсақ ойыншықтар сөресіне жинау керек екенін Әлия мен Сырымға айтайық. Сосын бұлардың әрқайсысын жиын деп айтатынын еске сақтап алайық. Жиын деген бұл ортақ белгілер, ортақ қасиеттер бойынша біріктірілген нысандардың тобы, біріктірілген заттардың тобы. Жиынды құруға қатысқан нысандарды оның элементтері дейді. Жиынның бірде-бір элементі болмаса, ол бос жиын деп аталады. Мына суретке қараңдар, мынау тең жиындар, өйткені мына жиында да бірдей элементтер тұр, иә? Қуыршақ, доп және кубик мына жақта да. Ал мынау тең емес жиын, өйткені мына жақта 3 элемент, мына жақта 4 элемент тұр. Мына жақта көлік, машина артық элемент болып тұр. Егер артық элементі бар болса, ол тең емес жиындар деп аталатынын есте сақтап ал. Жиындардың атауын дәптерімізге жазайық. Бірінші жиын, бұл бізде қандай жиын болып тұр? Бір сөзбен. Екінші жиын, үшінші жиын және әр жиында неше элемент бар? Жазып көрейік. Нан өнімдері, көкөністер, сосын сүт тағамдар жиыны. Әрқайсысында қанша элемент бар екенін сен көріп жаза аласың. Және тең элемент ол нан өнімдері мен сүт тағамдар жиыны. Өйткені екеуінде де 5 элементтер бар. Өте жақсы. Енді суретке қарайық. Сырым мен Әлияның қорамдағы көк қораптағы заттар жиынын қалай атауға болады? Сырым мен Әлияның заттарын салыстырайық, ол үшін санаймыз. Сырымның қорабында 10 зат, Әлиянікінде 8 зат тұр. Енді салыстырайық. Әрине, Сырымның қорабындағы заттар көп. Сергіту жасап, жұмыс дәптерімізбен жұмыс жасаймыз. Заттарды орналастырайық. Ыдыстарды сарыға, ойыншықтарды жасыл дөңгелекке сызық арқылы қосамыз. Қарандашымызды алып, сәйкестендіреміз. Мен мына суреттердің ішінен ыдыстарды көріп тұрмын. Ыдыстар шанышқы, қазан, тәрелке және шәйнек. Ал қалған ойыншықтар деп ойлап тұрмын. Ойыншықтарда жасыл дөңгелекке апаруды, жасыл жиынға апаруды білесің, солай ма? Енді пікірлер. Шыншыл суретте ыдыс бейнеленген деп тұр. Демек, ыдыс туралы айтып тұр. Ал өтірікші айтады, суретте кесе бейнеленген дейді. Өтірікші қашанда өтірік сөйлейді. Демек, біз кесе емес, нені белгілейміз, балалар? Әрине, тәрелке. Өте жақсы. Әрбір жиынды қалай атауға болатынын сен жақсы білесің. Әрбір жиынның элементтерін санап атауды да білесің. Және оны дәптеріңе жаза аласың деген ойдамын. Осы тапсырманы орындап, комментарийге жазып қалдырсаң болады, немесе мұғаліміне жолдасаң болады. Балалар, денсаулыққа пайдалы әдеттерді, жақсы әдеттерді сендер мына суретке қарап айтып көріңдер. Денсаулыққа пайдалы әдеттерді өздеріңе серік етіп алыңдар. Сонымен біз бүгін жақсы әдеттер туралы айттық. Жиындарды салыстыруды үйрендік. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.